Бәріне сәлем. Жаздың көк майсалы ыстық күндерінде дүкен сөрелеріндегі кола секілді салқын, дәмді сусындарға сұраныс арта бастайды. Күнделікті ішіп жүрген Кока-Кола сусыны ең алғаш рет 1886 жылы ойлап табылған. Яғни, сүйікті сусынымыз коланың да 100 жылдан астам тарихы бар. Сонымен осы бейнероликта біз сіздерге осы тарихи және керемет сусын жайлы деректер ұсынатын боламыз. Бастысы арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпа, және қызық үшін осы комментарийға видеода неше рет кола деген сөзді айтқанымды санап жаз. Сіздермен бірге Кастов арнасы, және біз бастаймыз. 1 литр коланы алу үшін 2 литр су керек екені бәрімізге мәлім болса, әлем бойынша күніне кола өндіру үшін 300 миллиард литрге жуық су кетеді екен. Елестете аласыз ба, қандай үлкен ауқым. Coca-Cola компаниясы кола сусынынан басқа 3500-ден астам өнім түрлерін 500 түрлі брендте шығарады екен. Ойланып көріңіздерші, коланы өзі бүкіл әлемге танымал болса, тағы 3500 түрлі өнімнің таралу ауқымы қандай болады? Coca-Cola сусынының ақ-қызыл логотипін әлем халқының 94% біледі екен. Сонымен қатар сөздердің арасында Coca-Cola әлемдегі окей сөзінен кейінгі танымалдылығы бойынша екінші сөз. Ал сусындар арасында ең танымалы енді ол Coca-Cola. Кола мен кокаиннің қандай қатысы бар деп ойлайтын шығарсыздар. Негізі коланың ең алғашқы құрамында кока жапырақтары қолданылған. 1903 жылға дейін коланың әр құтысында 60 мг кокаин болған. Сондықтан оны кез келген жүйке ауруларына қарсы дәрі ретінде қабылдаған. Америка құрама штаттарында жол полиция қызметкерлері әрдайым өздерімен кола толтырылған 2 галлон ыдыс алып жүреді екен. Коланың құрамындағы ортофосфорлы қышқыл жол апатынан кейін жолда қалатын қанды кетіруге жақсы көмектеседі екен. Барлығымызға белгілі, кола сусыны тек жанартауда, адам баспаған аралдарда, мұздықтарда ғана емес, тіпті ғарышта да болыпты. Деректер бойынша алғаш рет 1985 жылы ғарышқа кола ұшырылды. Оның арнайы дайындалған ішетін түтікшесі де болыпты. Coca-Cola жарнамаға Apple, Microsoft секілді ең алып техногиганттардан да көп қаржы жұмсайды екен. Мүмкін әлемде еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін коланы танитындығы да содан шығар. Барлық бала ертегілеріндегі ғажайып кейіпкер Санта-Клаус Coca-Cola жарнамалық компаниясында жарық көрген екен. Және сондықтан қазіргі Сантаның образы ақ және қызыл түстерден тұрады. Негізінде коланы салқындатып ішкен адамдардың арасында әдетке айналған. Алайда Гонконгта коланы қыздырып суық тиюге қарсы дәрі ретінде қолданады екен. Осыдан біз коланың қолданыс аясы шексіз екеніне көзіміз жетеді. Коланың ауқымы өте үлкен екенін ескеретін болсақ, 1 секундта қанша литр кола ішіледі екен. Арнайы зерттеу бойынша әлемде әр секунд сайын кола сусынының 1500 литрі ішіледі екен. Елестете аласыздар ма, әр секунд сайын 1500 литр. Осымен Coca-Cola жайлы видеомызда аяқталды. Ал сен комментарийға аптасына неше литр коланы ішетінмен бөлісіп, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Сіздермен бірге болған Кастов арнасы, келесі кездескенше.